сіздермен Кумулайв жас журналистер клубы. Бүгін 42-12-сі және де біздің студенттік қоғам ұйымына іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, соны бірге тамашалайық. Ендеше қазір студенттік ғылыми қоғам ұйымының төрайымы Амангелді Аружан Ерланқызынан интервью алатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы ұйым туралы айта кететін болсам, студенттік ғылыми қоғам ол осы студенттік қабырғада белсенді өмірді сүруге көмектесетін ұйым деп айтсам болады. Екінші жағынан ғылыми тұрғыда да өзінің болашақта жұмыс істейтін мамандығы сферасында да ғылыммен ізденістерге алып келетін керемет ұйымдардың бірі мен ұйым. Біздің ғылыми студенттік қоғамның мақсатына келетін болсақ, ең бірінші мақсаты ол студенттерге ғылыми тұрғыда дұрыс бағдарды беру. Яғни студенттік өмірді айтып кеттім ғой жаңа, студенттік өмірді қызықты, белсенді қылып қана өткізу керек емес, яғни өзінің мамандығына сай ғылыми тұрғыдан да жақсы бір қызмет көрсету де студенттің міндеттерінің ішіне кіреді. Осы студент медиктің деп айтсам болады. Мен Болатбек Аяжан Жанатқызы, студенттік ғылыми қоғамда фармация блогы бойынша староста, фармация мектебінің студенттік өзін-өзі басқару ұйымының жетекшісі және де Қарағанды медицина университетінің сенаторы. Біздің студенттік ғылыми қоғамның құрамына қосылатын талаптар төмендегідей болып табылады. GPA әрбір студентте 3-тен жоғары болу керек. Қазақстан 3 тілді мемлекет болғандықтан соған сәйкесінше тілдерде еркін сөйлей білуі қажет. Және де біз ескеретін жайт ол бір рет студенттік ғылыми қоғамнан шыққан адам екінші рет қайтып кіре алмайды. Қайырлы күн, мен Шымбай ауданы болатыны. Қазіргі таңда стоматология мектебінің 4-ші курс студентімін. Сонымен қоса біздің стоматология мектебіндегі КССУ-дың председателі болып таныламын. Сонымен қоса бізде өзіндік стоматология мектебінің студенттік ғылыми кружогы бар. Яғни ол кезде біз стоматологияның ғылыми әдістемелері бойынша айналысамыз. Яғни көбінесе қазіргі таңда 1-2 курстарда қабылдағаннан кейін соларды біз ғылыми жұмысты жазуды үйретеміз. Содан кейін 3-4 курс, 5 курс болған кезде оларды жаңағы ЦПН-ға апарамыз, центр практический навыков. Сол кезде біз жаңағы симуляционда аппараттармен тікелей жұмыспен айналысамыз. Яғни солармен жұмыс істеп практикалық жағынан болса, бізде жаңағы әдістемелік жақ ол ғылыми жұмыс болып табылады. Сонымен болса, мен осы стоматология мектебінің 1-ші, 2-ші, 3-ші курстың кураторы болып табыламын. Және өзімнің 4-ші курстың жалпы курс старостасы болып табыламын. Есімім Садыкова Делина Расымжанқызы, 2-ші курс ТФП мамандығында оқимын, школа фармации. Мен аты-жөнім Абенова Диана Маратовна, мен жалпы медицина факультетінде оқимын. Меня зовут Мажитова Айрагуль, я студент первого курса общей медицины. Менің есімім Ходжаева Карина, жалпы медицина факультетінде оқимын. Отбор өте қызықты өтті, және де жеңіл болды. Маған бұл кастинг ұнады, және де бұл жердегі сұрақтардың барлығы маған оңай болды, және де өзіме қатты ұнады. Іріктеу жайлы айта кететін болсам, іріктеу өте қызықты болды. Аружан мен Аяжан өздерінің осы СНО-ға қалай келгендерін туралы айтты, және де маған көп мотивация берді. Отбор өте жақсы өтті, сұрақтар қызықты болды. Отбор прошел очень продуктивным, мне понравилось. Бүгінгі күнде бізбен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анар Валия. Ендеше алда болатын жаңалықтарды жібермеймін.